Улима, что-то земля двигается. Біз Түркияға оқуға жолға шықтық, ендеше бізбен бірге болыңыздар. Университеттен негізінен жалпы медицина және де стоматология факультеттерінің студенттері болып Астана қаласынан ұштық. Жалпы ұшақ билетін өзіміз алған болатынбыз. Сол жаққа және де қайтар билеттерінің құны бізге 192 мың болды. Бір аптадан соң университет бізге барлық сумманы толықтай қайтарып берді. Ұшу уақытысы жалпы 5 сағат 55 минутты құрады. Осындай Turkish Airways компаниясымен ұшқан болатынбыз. Стамбул қаласына таңғы сағат 7-де жеттік. Аэропорттан автобус тұрағына бару керек болды бізге. Оған автобустарды, метроның кестесін қарап біраз жүрдік. Енді соңында осылай таксимен жолға шығуды шештік. Осылай біз автобус тұрағында тамақтанып алдық. Бағалары былай тиімді екен. Біздің университетіміз басқа қалада болғандықтан автобусқа билетті ертерек алған болатынбыз. Шамамен 16 мың теңге болды. Бізге осылай су таратып берді. Тұрақтарда арасында осылай тоқтап тамақтанып алдық. Негізінен 8 сағаттық жол, бірақ өте жақсы бардық біз. Егер де қаласаңыздар, сайттың ссылкасын мен описанияға жазып кетемін. Осылай бір тұраққа тоқтағанымызда бір дүкенге кірдік. Сол жақта бізді бір түрік ағамыз көріп қуанып, бізге осылай шай ұсынды, бірге танысып әңгіме айттық. Негізінен осы автобуста бізге тәттілер мен сусындар таратты. Бізге негізі қатты ұнады. Осындай телефон зарядтайтын жері болды. Кешке Афьонкарахисарға өзіміздің қаламызға жеттік. Бізді осылай көлікпен университеттен адамдар күтіп алды. Солай жатақханамызға апарды, бірақ ол жақта бізге әрқайсымызға бөлек-бөлек сол жақтың студенттермен бөліне береміз деген үшін біз қалмадық, проблема болды негіз. Содан соң қонақ үйге кеттік, оның қаражатында универ жіберетін болды бізге. Таңертең осылай таңғы асымызды ішіп, жаңа жатақханаға кеттік. Бізге осы жақтың ағайлары көп көмек көрсетті. Біздің келген жатақханамыз басқаларға қарағанда біраз қымбаттау. Егер қаласаңыздар, мен оған бөлек видео түсірейін, қанша болды, қалай тұрып жатырмыз, және бөлмемізде қандай жабдықтар бар дегендей. Содан соң қаланы аралауға шықтық, тамақтанып алдық барып. Кешке осылай қайттық. Жалпы біздің жатақханамыздың кампусы өте үлкен аумағы. Осылай ішінен кіріп, жаяу жатақханамызға кірдік. Келесі күні таңертең осылай жатақхананың алдынан көлікпен университетке дейін жетіп алдық. Осылай күніге автобустар апарып алып келіп жүреді екен. Ең бірінші документтеріміз жөндеуге ректоратқа келдік. Ол осындай бөлек зданиеде орналасқан. Университеттің кампусы өте үлкен аумағы. Бізге қатты ұнады, сондай бір ыңғайлы, бір әдемі екен. Бұл осы біздің оқитын медицина факультетінің ғимараты. Бізге жауапты апай осылай барлығын көрсетіп, апарып, түсіндіріп жүрді. Оля махаббат помашите. Содан соң бірден лекцияға қатысып кеттік. Арасында осылай үзіліс болады, кейін тағы лекция. Одан соң сабақтан шығып, біз бірден ID карталарымызды алдық, осылай қуанып видеоға түсіріп. Біз өзіміздің карточкаларымызды, ID-ларымызды несуге активировать етуге келдік. Турцияда негізінен осындай лифтқа кірген кезде біз бірінші этаждан кірдік. Получается, ол бізден 0, екінші этаж 1, потом 2. Интересно, мысалы біз қазір екінші этажға бара жатырмыз, негізі бірақ ол как считается здание бойынша 3-ші этаж. Қазір біз бірге түсетін болсақ 0-ді басамыз. Барлық жұмыстарымызды бітірген соң осылай автобусымызды күтіп, өзіміздің жатақханамызға жетіп алдық. Негізінен осылай әр жарты сағат сайын универ мен жатақхананың арасында автобустар жүреді, өте ыңғайлы. Содан соң осылай 1 айлық ақшаны төлеп, өзіміздің жатақханамызға орналастық. Кешкі ас уақытысында барып осылай аузымызды ашып алдық асханадан. Келесі күні таңертең сабаққа барып, сабақтан соң шығып барып қыдырып келдік. Seni gidip kıran, yılanı derinden çıkaran, kaderim püsküllü belam, yakalarsam. Seni gidip kıran, yılanı derinden çıkaran, kaderim püsküllü belam, yakalarsam.
Кешке келіп, осылай өзіміздің кешкі асымызды ішіп алдық, барлығымыз бірге отырып. Содан соң өзіміздің бірінші қабаттағы орналасқан кофейняға барып, осылай сабақтарымызды қарадық. Кейіннен осылай күшті атмосфера құрып, ән айтып, біраз көңіл көтеріп қайттық. Сіздерге барлығы қызықты болды деген үміттемін. Басқа да видеоларды қарасаңыздар, сұрақтарыңыз болса комментарийға жазуға болады. Біз оған міндетті түрде видео түсіретін боламыз. Сіздермен бірге болған Казмет.